Кез келген адам кибербуллингке тап болуы мүмкін. Кибербуллинг дегеніміз не? Кибербуллинг адамды интернетте, әлеуметтік желі мен мессенджерде электронды құралдар арқылы қорлау немесе қудалау. Мәселен, арнамызға тиетін электронды хаттар, әдепсіз бейнероликтер мен суреттерді тарату, жалған аккаунттар арқылы тиісу кибербуллингке жатады. Егер кибербуллингке тап болсаңыз, не істеу керек? Әдепсіз хабарламаларға жауап бермеңіз. Оларды дәлел үшін скриншот жасап, сақтап қойыңыз. Қиын жағдайда қолдау білдіре алатын адамның көмегіне жүгініңіз. Егерде қудалау тоқтамаса, полицияға қоңырау шалыңыз. Интернетте жеке өміріңізге қатысты сурет, видео немесе жеке ақпаратты жарияламас бұрын жақсылап ойланыңыз. Әлеуметтік желіде құпия сөздерді жиі ауыстырып, байланыстар тізімін тазалап тұрыңыз. Көмәнді топтарға жазылмаңыз. Балаларға ойын мен қатыгездіктің айырмашылығын түсіндіру әрбір ересек адамның міндеті.